2024 жыл. Қар еріп, су көбейді. Бірақ бұл жай ғана табиғаттың құбылысы емес еді. Бұл адамдардың тағдырымен келген су еді. Үйлерін тастап, үмітін арқалап шыққан халық. Сол сәтте біреулер қауіптен қашты, ал біреулер қауіптің өзіне қарай жүрді. Бүгінгі әңгіме сондай адамның бірі туралы. Мен 101-ші келешек мектебінің 10-шы Ә сынып оқушысы Орал Рамазан. Ал бүгінгі сұхбаттасымыз Қарағанды облысы Теміртау қаласының номер 23-ші өрт сөндіру бөлімінің бөлімше командирі. 2018 жылдан бері елге қызмет етіп келе жатқан Сағаш Серік. Серік мырза, 2024 жылы сіздер Қарағанды облысынан Қостанай мен солтүстік Қазақстанға тасқын судан зардап шеккен елді мекендерге көмекке бардыңыздар. Ол жақта нақты қандай жұмыстар атқардыңыздар? Сіздер Бескөл, Тепличный, Якорь секілді ауылдарда болдыңыздар. Сол күндерден есіңізде ерекше қалған сәттер бар ма? Бір қызығы, елді мекендерде эвакуация жұмыстарын бастаған кезде үйімізден кетпейміз деген адамдар көп болды. Себебі 2018 жылда осындай су тасқыны болған, біздің елді мекенге келіп жеткен жоқ деген сөздер болды. Бірақ тілсіз жау айтып келмейді. Әлі есімде таңғы 5 кезінде су келді деп дабыл көтерілді Тепличный елді мекеніне. Судың ағынның күштісі соншалықты жолында бар нәрсенің бәрін қуатып келді. Столбтар, ағаштар тамырымен жұлып, үйлерді шатырына дейін су басты. Сол кезде екінші волнамен эвакуация жұмыстарын бастадық, кетпейміз деген адамдарды. Үйлерінде қалып қойған жан-жануарларды босатып, қайықтың көмегімен шығардық. Сізге ең қатты әсер еткен не болды? Ең қатты әсер еткен сәт ол эвакуация жұмыстары кезінде суық судан тоңған жан-жануар адамдардан қорған іздеп барарға жер таппай жатқан жері енді сәл жүрекке тиеді. Адамды құтқару бір бөлек, ал халықтың көзіндегі қорқынышты көру бір бөлек. Сол сәттерде өзіңізді қалай ұстадыңыз? Не сезіндіңіз? Ел басына күн туса, ер етікпен су кешер демекші. Сондай қайғылы жағдайлар болып жатқан кезде өзімізді ойлайтын уақыт та болмайды. Өзімізді ойлау дұрыс та емес бір жағынан. Сол себепті халыққа қолымыздан келгенше көмектесуге тырыстық. Қазір өкінішке орай сіздің ауыр дертке шалдыққаныңызды білеміз. Бұл жағдай қалай белгілі болды? 2025 жылдың соңында рак первой стадии деп диагноз қойды. Қазіргі сәтте химиотерапия курстарын алып емделіп жатырмын. Алла шипасын берсін. Диагноз қойылған кезде өзіме көп сұрақтар болды. Неге олай болды? Қабылдау қиындау болды сәл. Бірақ өмір жалғасады. Қазіргі заманда бәрі емделеді. Диагнозды қабылдап, операция бәрі жасалып, қазіргі таңда химиотерапия курстарын алып, емделіп, қызметке қайта оралуға дайындалып жатырмын. Сол кездегі шешіміңізге, елге көмектесуге барғаныңызға қазір қалай қарайсыз? Егер тағы да сондай оқиғалар болып, көмегіміз керек болып жатса, әр кезде көмектесуге дайынбыз. Сол жағдай тағы қайталанса, сіз тағы барар ма едіңіз? Иә, әрине барар едім. Жұмыла көтерген жүк жеңілдейді. Халқымыздың, еліміздің басына күн туғанда ерлер көмектеспегенде басқа кім көмектеседі? Қазақстан облысынан қайтып келген кезде өзімді іштей мақтан тұттым. Себебі қаншама адамға көмектестік, қаншама жан-жануарға көмектестік. 2-3 сағат ұйықтап ғана жұмыс істеп жүрген қаншама күндер болды. Соған қарамастан халыққа көмегіміз тигенге қуанып өзімізді мақтан тұттық. Сол кез қайта оралса, ойланбастан тағы да баратын едім. Еш ойланбастан баратын едім. Ойлап отырсам, не себепті олай болды? Бәрінің алдын алуға болатын бе еді? Қаншама жан-жануар қырылды, қаншама адам үйінен айырылды. Неліктен олай болды деген ойлар мазалайды кей кездері. Кейде ерлік айқайлап айтылмайды. Ол үнсіз жасалады. Су келгенде біреу өз үйін сақтап қалуға тырысады, ал біреу бөтеннің үйін құтқаруға барады. Серік мырза,
сол екінші жолды таңдаған жан. Бұл жай ғана қызмет емес. Бұл жүректің дауы. Бүгін біз волонтерлік деген сөздің шын мәнінде не екенін түсінгендейміз. Ол адамдық. Серік мырза, ел үшін атқарған еңбегіңізге алғысымызды айтамыз. Сізге шын жүректен саулық, сабыр, шипа тілейміз. Алла шипасын берсін. Жақындарыңыздың ортасында аман есен жүре беріңіз. Мен Орал Рамазан 101-ші келешек мектебінің оқушысы. Бұл адамдық туралы әңгіме болды. Келесі кездескенше.